Сәлеметсіздер ме, көрермен? Сіздермен бірге сөз түзер айдары. Хат дегеніміз хабар және ақпарат алмасу үшін жазылатын жазба. Осы уақытқа дейін бөлек жазылып келді. Бірақ бұл қате. Тіл тірі. Сол себепті тілдегі сөздердің құрылымы жаңарып, қолдануында өзгерістер болуы да қалыпты жағдай. Іс қағаздары мен жеке басқа қатысты құжаттар мағынасында хат сыңарлы сөздер бірге жазылады. Мысалы, сенім хат, ашық хат, алғыс хат, қатынас хат, түсінік хат және тағы да басқалары. Мәлімет сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.